Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шығатын рогаль екейдің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең әуелі ыдысымызға бір ас қасық толтырып жылы су құямыз. Үстіне бір шай қасық ашытқы саламыз. Одан соң бір ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Егерде суларыңыз кішкене салқындап қалса, үстінен қайтадан аздап жылы су құйып жібереміз. Ашытқының түйіршіктері қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бір шетке қойып қоямыз. Одан кейін ыдысымызға алдын ала ұнды елегіштен өткізіп дайындап қоямыз. Және де үстінен сары майды салып, қолымызбен ұнтақтап шығамыз. Сары майды толығымен ерітіп, дәл осылай ұнтақ тәріздес етіп жасаймыз. Барлық құрамдарын описание бөліміне жазып қойдым, сол жақтан қарап жасай берсеңіздер болады. Содан соң қаймаққа қантымызды саламыз. Қанты ерігенше біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді ұнның үстінен ортасын ашып, қаймағымызды саламыз. Және де жаңағы алдын ала дайындап қойған ашытқы салынған жылы суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Бір-біріне біріктіріп, әдемілеп илеп аламыз. Міне қараңыздар, бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Енді салмасын жасайтын боламыз. Салмасын әрине әркімнің өз қалауы бойынша мен грек жаңғағын жасайтын боламын. Яғни салмасын грек жаңғағымен жасаймын. Үстіне бір жұмыртқаның ақ уызын саламыз. Сары уызын бетіне жағуға бір шетке алып қоямыз. Және де үстінен қант саламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап алғашқыда шанышқының көмегімен езіп аламыз. Одан кейін блендермен езіп алсаңыздар болады.
Осымен біздің салмамыз дайын. Міне қараңыздар, өте жұмсақ. Енді жаңағы тұрған қамырымызды алып, теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Қараңыздар, қамырымыз өте жұмсақ болады. Қамырымызды бөліп болғаннан кейін кішкене зуалаша етіп дайындап аламыз. Қамырларымыз дайын. Енді қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Құрметті көрермендер, қамырды ашытып күтіп отырудың қажеті жоқ. Тек қана 15-20 минутқа қалдырсаңыздар жеткілікті. Өте жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды жайып болдым. Енді осыны теңдей 3 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Енді салмамызды салып шығамыз. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Варенкамен немесе творогпен деген сияқты. Салмамызды салып болғаннан кейін барлығын орап шығатын боламыз. Рогаликелеріміз дайын. Барлығын орап болғаннан кейін противенге салып, жаңағы алып қалған бір жұмыртқаның сарыуызын бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 немесе 25 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Осымен біздің рогаликелеріміз дайын. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантып қойыңыздар. Егер де сіздерге видео пайдалы болып жатса, достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Балнұр. Барлықтарыңызға ас болсын.